Сәлем. Сәлем. Қалайсың, Данат? Жақсы. Тамаша. Кеше келдіңдер, иә? Кеше таңертең келдік. 10 жыл дайындалған, күткен, еңбектенген жеңістің дамы қалай екен? Әзірге жақсы. Дәмді. Дәмді ма? Иә, чемпионский өмір басталып кетті деп, әзілдеп Инстаграмда айтып жүрмін қазір. Хэштег сонда болып кетті Инстаграмда. Чемпионский өмір басталды деген. Жалпы қандай сезімдесің? Чемпион болып оянғаннан кейін өміріңде не өзгерді? Ештеңе өзгерген жоқ. Чемпион болып ояндық, бір жүк түсіп қалды ғой енді. Самый банальный ответ бар, жүк түсіп қалды деген. Жүк түсті, өйткені артымыздағы үлкен армия, болельшіктердің армиясы бар. Солар үшін сол жеңісімізді соларға арнадық қой. Оның ішінде біздің ата-аналарымыз, ағайындарымыз, достарымыз, жан-жақтағы осы ауылдастарымыз, Атыраудағы жерлестеріміз, оның ішінде жаңа Қазақстанның түкпір-түкпірінде, ауыл аймақта, шалғайда жатқан кішкентай балалар, апалар, үлкен әжелер, даже пойызға бір жерге мінсек, қашан не істеп жатсыңдар, деп жататын еді. Солардың бәрінің сенімін ақтадық. Енді бүкіл биыл біздер осы КТА-да үлкен прицелде тұрған команда болдық қой. Биыл алмағанда қиын болатын еді. Чемпиондық. Неге биыл алмағанда қиын? Өйткені енді қазір шындығын айтайын, жайдарманнан кетіп қалды, ал аяққа барып не істейді екен деген әңгімелер по-любому артымыздан жүрді ғой, жүрген емес. Оны естіп те жаттық, шет жағасын көріп те жаттық, ал аяққа барғанда не бітіреді деген сияқты әңгіме болады да, өйткені осы жақтан алмасақ, онда біз үшін ол үлкен бір кәдімгідей, қалай айтамын, соққы болатын еді. Сондықтан да сол 9 жыл алынмаған финалымызды 9 күн дайындықпен алыппыз ғой. 9 күн ба, 6 күн ба? 6 күн, 9 күн Атырауда жиналдық. 3 күн Атырауда жиналдық, отырдық. Қатты бір штурмовка жасаған жоқпыз. Не істейміз, обычно жиналғанда сен қайдасың, мен қайдамын, не істейсің, тойың бар ма, боссың ба, қашан кетеміз, не алып кетеміз, сондай обсуждение ғой енді. Оның өзі дайындыққа жатады енді. Сосын 3 күні Астанаға бардық, 9 күн финал ойнадық, получается 6 күн. Атырауда 3 күніміз бар, 9 күн дайындалыппыз. Финал қалай өтті жалпы? Финал өте масштабный финал болды. Тағы да қайталап айтам. Тағы да қайталап айтқанда енді қазір осы финалдан кейін бірінші интервьюім сізге беріп жатқан. Мен вообще енді 13 жыл болыпты КВН-де жүргеніме, 13 жылдың ішінде 9000 халыққа КВН ойнаған мен білетін тарихта, КВН тарихында ондай оқиға болған жоқ. Даже былтырғы Масляковтың ден банағы встреча выпускников Астанада болған ойыны ЦКЗ-да болды. ЦКЗ-ның іші 3500 адам. 3500, оның ең көп адам дегенде. Енді Москвада, бана Юрмалада андамында болып отады, оның ацелы кетсе, бана Юрмалада болып жүрген ойындардың өзі бір 5000 адам болады шығар. 9500, 10.000-ға жуық адам болды. Енді ондай КВН болған жоқ. Оны жасап отқан, ұйымдастырып отқан Астанадағы ұйымдастырушыларға мәдениет және Астана қаласының мәдениет және спорт басқармасының басшысы Болат Бауыржанұлыға біріншіден, және де Тұрсынбек Қабатов мырзаға, оның айналасында командасына бәріне үлкен алғыс білдіреміз. Өте үлкен. Сол финалда чемпион болғаны өте қатты қуаныштымын. Залда ине шаншар орын болған жоқ. Билет таба алмай далада қалып қойған адамдар болды. Мықты финал болды енді. Эфирді өздеріңіз тамашаларсыздар. Сондай болды. Мен өзім ойынның алдында енді редактура болады бізде. Сахнаға шығып бір сағатта жүрдім. Былай қарадым, айқайлап сөйледім, жай сөйледім, былай қарап алдым. Көз алдым үйреттім да көзімде. Өйткені мен 6 жыл перерывтен кейін сахнаға шықтым биыл. Енді ол оның алдында болып жүрген ойындардың ішінде Намат Сити холлда, пирамидінің ішінде, конгресс холлда ол заңдарды көз көрген. Бірақ та Тұрсынбек мырзаның шешімімен, соксының қалауымен биыл күз айында Астана қаласында, Алматы қаласында Базар жоқ театры, Назар аудар театры, импровизационный театр, әзілмен бәріміз және сағыз орамасы болып Республика сарайында концерт бергенбіз. Соның ішінде Республика сарайының енді іші 3000-ға жуық адам ғой. Соның өзі бізге үлкен зал болып көрінеді. Оның іші кәдімгідей бір сарай сияқты болып қалды ғой енді. Енді көрдің, залдың үлкен екен, 9000 адам екен, 9500 ба әлде. Өзімді дайындадым дедің, банағыдай сөйлеп қарап, ал команданың ше. Жігіттерді қалай қолдадың? Өзің дайындалдың? Біздер енді біз үшін бұл финалда бір 9 жылдың ішінде сағыз істемеген зат бір болды. Оны финалда істедік. Біз жалпы КВН-де ширма дейтін болады бізде. Ашылып, жабылып тұратын. Бұрын енді бұрынғы форматта КВН-дерде біздің кезіміздегі
2009-дан ары қарай төмен қарай КВНдерде кілем көбіне ширмамен өтеді, ширма ашылады, ар жағынан шығасың. А қазіргі КВНдер уже закулисный болып кетті да, кулисадан жүгіріп шығып кіріп. Финалда кеше біздер үй тапсырмасын ширмамен ойнадық. Сол ширманы балдар ойнап көрмеген, ширма дейтін үлкен жауапкершілік, ол ашылатын, жабылатын уақыты болады, оған бір жауапты бір адам болады. Соны заранее шықтық, бір сағаттай сахнада, бір сағат уақыт алған шығар бізге дайындығымыз. Ары қарай енді сол ширмамен дайындалдық. Қорқып едім, балдарға айтып отырмын, балдар, ширма дейтін ол мынандай зат. Бұрын онымен ойнап көрген жоқсыңдар. Бұрынғы үй тапсырмаларымыздың қойылымдарымыз ширмасыз болды осы күнге дейін. Енді бір сағаттай дайындалдық сахнада. Өйткені сахнаны құрып жатырды, ол кезде әлі декорациялар дайын емес болып жатырды, ойынның алдында сөйтіп жатырған. Дегенмен соның арасында жанталас бір сағаттай дайындалып алдық. Ұйымдастырушылар, редакторлар өздері расстановканы қойған. Шықтық, балдарға моральный поддержка енді беріп жатырық қой жан жақтан. Күнделікті айтатын әңгіме. Енді біздер бұған дейін өзің білесің, Алтынай. 3 рет ұтылып көрдік. Біз әлі ұтылып білеміз да. Сосын балалар айтамын, ұтылып көрдік қой енді 3 рет. 2012-де премьер-лигада ұтылдық, вице-чемпион болдық, екінші орын алып қалдық. 13-14-те полуфиналдан ұштық, не үшін екенін білмеймін. 15-те 4-ші орын алып қалдық. Онда не үшін екенін білмедім. 17-де тағы да финалда 4-ші орын алып қалдық. Онда білмеймін, оны біле алмадық қой. Біле алмадық дегенде сұрамайсыңдар ма? Сұрадық, жауап ала алмадық. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Күні кеше Майами дейтін команда бар, артымыздан еріп кеткен, Миалның командасы. Премьер-лигада ойнады, өнер көрсетті. 2 конкурс болды, сәлемдесу, биатлон. Биатлонның командалардың бәрі бір деңгейде, спорный. Ал сәлемдесуде балдар полный бей салды, залды кәдімгідей біздердің жастардың, жайдарманның тілімен айтайын, айырды. Әзілімен айырды. Жарды, залды жары болды. Тусанында, басқасында, былай халықты да айыр болды. Өте алмай қалды почему-то. 5 командадан ойнады, каждый подгруппада. Бір командадан шығу керек болды. Соны мен артынан сұрадым, ұйымдастырушылардан, неге, қалай алмадым жауабын, түсіндіре алмады. Ешкім түсіндіріп бере алмады маған, неге өте алмай қалған сол команданы. Өзіміз де түсінбей қалдық. Деді. Қалды, оны эфирден де көрген боларсыздар. Эфирде бар, егер біреуге қызық болдымса, Майамидің полуфиналда ойынын көрсін. Финалға өте алмай қалды. Дайындық кезінде балаларды дайындадым дедің. Сенім болды ма жеңетіндерге? Сенім болды. Бір осылардан біз артықтаумыз-ау, әлде бір командалардың арасында? Артықтаумыз-ау деп айтып қазір қасымда финалистерді ойнаған командалар дейді. Одан жоғары көтерілмей қойын, достарымыз әрине жақсы араласамыз. Ол сахнадағы зат сахнада қалады всегда. Мен басқа командаларды білмеймін. Өзім балдарды солай тәрбиелейміз. Балдарға айтамын, балдар, эмоцияның бәрі үйге барғасын, душқа түсіп жатқанда, өзің қалғанда, сондай үйде. Мысалы, қонақ келгенде де обыкновенно үйде басқаша болып жүреді. Үй жиналып тұрады, бір-біріне өтіп күліп, кішкене деп өтеді да, сосын балдарына, кім үйтпе деймін деп сөйтіп өтеді да, кішкене бір енді ол показуха болғанда жақсы показуха да ол. Жақсы тәрбиелеп. Жақсы, өйткені жаман затты көрсетпеу. Мысалы, қонаққа, бөтен адамға кеткесін өзі қалып, жекесі қалып сөйлесетін заттар. Сондай сияқты заттар ғой оның бәрі. Жеңетіме 70% сенімді болдым. Командаларда мықты болдым, мықты болған жоқпын деген әңгіме жоқ. Настрой мықты болды. Настрой болды. Сосын андай ешқандай бұрынғы финалдарға қарағанда финал. Не істейміз деген андай бір жан күйі болған жоқ та, мен алдында салыстырып отырмын да, ана финалдарда жеңу керек, не істейміз, бүйту керек, таңғалдыру керек деп жүріп, өзіме жанып кетіппіз да. Сондықтан да таңертең тұрдық, спокойно 3 күні бардық, ұйықтап, ұйқыны қандырып, дайындалатын. Ұйықтай алдың ба сол түр? 6 күн ұйықтаған. Ұйықтай алғанда да андай ғой, демалайық, ұйықтайық деп жатасың да, бірақ жатсаң да соны ойлап жатасың. Тұрсаң бүйтіп ойлайсың, не істейміз, не істейміз. До мелочи ойлап жатасың енді. Но бірақ енді алдындағы финалдардағыдай емес. Сосын балдарға айттық, балдар сахнада, жалпы кез келген сахнаның адамы, мысалы, өзінің істеп жүрген сахнада істейтін затымен ләззат алу керек қой. Мысалы, әнші өлең айтып ләззат алады. Мысалы, біз сияқтылар бана ойнап, әзілін өткізіп, ләззат алайық, для кайфа ойнайық. Финалда ләззат үшін ойнадық. Жалпы жартылай финалда да пішін болған жоқ, Ерғанат болған жоқ. Ерғанат болған жоқ. Неге болған жоқ? Енді неге болған жоқ болғанда ол бір командан шығар жібердік, пішін әзілдей алмай қалып, мен шықтым деген әңгіме емес, ол бұқу-сықу әңгімелер жүреді ғой, всегда провокационный әңгімелер.
ондай емес. Пүшөн Ерқанат бізбенен бірге всегда командада болды, болады да. Пүшөн оның алдында да дым сөйлемей кеткен ойындары бар. Өзіміз өлгенге шейін отыр, қарап кейбір бұрынғы ойындардан ішінен қопарамыз да. Бір тұрмыс тіршілік, енді бұл өмір ғой. Тұрмыс тіршілігіне байланысты, отбасылың бір жағдайына байланысты бара алмады. Соншама барғысы келді, бірақ бара алмады, өкінішке орай. Енді осы жерде айтайықшы, кімсіз Сағызды алып шығу, жеңімпаз болу, жалпы ойынды көрсету мүмкін емес. Қай ойыншысыз? Кез келген алып шығып ойнау мүмкін емес дейсіз бе? Кімсіз? Осы болмаса, ойынды алып шыға қалмарымыз ау дейтіндей. Кез келгенін айта аламын ішінде. Өйткені қазір көптеген адамдар маған айтады, анау сахнада 10 адам тұрасында, үшеуі сөйлейді, неге анау? Әрқайсының командаға функциональный обязанность бар. Біреуі киімге жауапты, біреуі декорацияға жауапты, біреуі музыкаға жауапты, біреуі әнге, біреуі сценарийға, біреуі соның қағаздың бетіне сценарийдің түсуіне, біреуі оның тазалап өңделуіне. Ол командный работа. Ол жерде мүмкін 3-4 ойнайтын шығар, но бірақ сол тиімді болғасын солай істеп жатырық та, өйткені маған анау-мынау дейтін жоқ. Енді халық как бы шутканы айтып тұрған адамды білетті, оның артында еңбекті, закулисный өмірді білмейді. Сондықтан да кез келгенісіз қиындау. Біз пүшөнсіз ойнағанда бізге қиындау болды. Дегенмен енді сол жерден бір өзіміздің дайындықтағы импровизационный бір әйтеуір мен осылай ойнап көрейін деп, мен жақында бір осы полуфиналда, финалда бір образбен шықтым. Бір кішкене ақмақтау. Ақмақтау, бір көшенің. Ондай адамдар көрдік. Біз егерде сахнада қойылған заттар болса, біз қойып отқан образдар болса, бір оқиғалар болса, көбіне өмірден аламыз. Біз аспаннан ештеңе алмаймыз. Көрген затымыз ғой. Осы кез келген жерде сондай адам болады кругында. Енді біз жалпы кішкене көшенің баласы, сондай бір тентектеу, ақмақтау, сондай бір образды алып шықтым. Оның өзі кішкене қиындау болды. Ол қалай тексеріп қарадық қой енді біз үшін. Полуфиналда тексердік, финалда қайттан апардық, оправдалы. Жайдарманда 9 жыл ойнап, жеңімпаз бола алмадыңдар. Қытаға келіп, 1 жылда жеңімпаз атандыңдар. Демек, сендер жайдарманда Қытадағыдай ойын финал көрсете алмаған болып тұрсыңдар ғой, осы уақытқа дейін. Мүмкін енді өз жердегі атмосфера бөлек, мысалы, Қытадағы полный атмосфера бөлек. Қандай сонда? Өз жерде редакторлар бөлек. Қатал ма? Жайдарманда редакторлар? Қатал деп айта алмаймын. Қатал екеуінде де. Бірақ қатал болғанда жұмысыңа байланысты енді. Мүмкін көрсете алмаған кездерім болар. 17-де кейбір заттарды сахнада жалпы ойнау, команданың жақсы ойнауы, автор енді өздеріне де байланысты ғой, бірақ та редакторларға да байланысты ол жерде. Әзілімізді қоятын, перестановка жасайтын, орын қоятын жерлерге де байланысты. Енді мен қазір енді мүмкін жайдармандағы финалдан мына финал басқаша болған болар. Ауыры басқаша болды ма? Аурасы да басқаша болған болар, білмеймін. Мен өзім енді өзіме білмеймін, өзіме басқаша, өйткені мен оның алдында 9 жыл жайдарман ойнаған жоқпын балдармен. Мүмкін сен ойнамағандықтан, сен финалда жайдарманда ойнамағандықтан балалар финалда ұтылып қала берген шығар. Сен келдің, ойнадың, жеңімпаз атандыңдар. Енді біздер эксперимент жасап барадық, енді эксперимент шықты. Сен келдің, ойнадың болғанда, енді ол жерде тек қана менің келіп ойнағанда емес, ол жерде көп заттар өзгерді. Өйткені 9 жыл еңбекті 1 жылда ақтап шығатындай жағдай болды ол жерде. Балдарда опыт бар уже. Финалды біз қалай ойнау керек екенін уже примерін түсіндік қой сол кездерде. Осылай ойнау керек балдар, осылай деп. 1 жылы, қай жылы екен есімде жоқ, Мәди Манатбек Сағыздың былтыр, географиясы да, биографиясы да жеңімпаз болуға келмейді деді. Бұны жалпы қалай түсіндіңдер өздерің? Ол маған енді о кісі оны залда жерде айтқан жоқ. Жоқ, ойын кезінде айтылып, бұл эфирден берілмей қалған. Жоқ, ойын кезінде айтылған жоқ. Ойын кезінде айтылған жоқ. Мәди Манатбек мырза 3 қойғаннан кейін мен ойын бітті, ойын біткеннен кейін есін алдынан күтіп алдым, амандасып сөйлесіп, Мәди аға осылай 3 қойдыңыз. Енді любой команда сұрайды ғой, не үшін деп. Потому что человек на ошибках учится дейді, орысша.
қателігімен үйренеді адам. қателігіне үйренеді. Сондықтан да сол қателікті қайталамау үшін біз білуіміз керек қой, не үшін үше алғанымызды. Біреудің бір арына нұқсан келтіретін зат айтып қойдық па, әлде бір қай жерімізден қателік кеттік деген деп сұрадым өзінен. Енді залда айтып берген жоқ оны. Ойынның кезінде не үшін қойғанын айтқан жоқ. Сондықтан ойыннан кейін сұрауға мәжбүр болды. Сол айтып сұрадым. Мен жетекші едім. Шуткасын жазып едім. Мен еді авторы. Балалардың қателігі жоқ. Менен кетті. Не қателік кеткенін білейін, как автор ретінде деп. Сонда конкретно міне Ернар мынау үшін міне деп айтқан ответ болған жоқ. Сол жерде бір әңгімелермен әңгіме болып ответін ол кісі айналдырып алып келді де, бір мысал келтірді маған. Есімде мен. Бір мысал келтірді да, өзінен мысал келтірді да. Осындай баяғыда менде кезінде осындай бір жағдай болғанда маған кезінде бір сөйтіп айтып еді деген мысал келтірді да. Сол жерден әңгіме тоқтады да. Сонда мен енді қалай түсінейін дегенде осылай деп солай түсіндім мен. Мүмкін мен ол кісінің қате түсінген болармын. Мен қазір Мәди Маатбектің кесірінен біз чемпион болмай қалдық деп айта алмаймын. Өйткенде Мәди ағаның да мен ол кісіге қатты біз Мәдиге ренжіген жоқпыз, шыны керек бар. Ол кісі бізді мүмкін қате түсінбесін, қазір көрсе бір жерден біз Мәдиге ренжіп, Мәди Маатбектің кесірінен чемпион бола алмай қалдық дейтін әңгіме жоқ. Мен ол жерде еш жерде сахнада да бір айтқан кезде де Мәдидің арқасында біз чемпион бола алмай қалдық, соның кесірі деген бізде болған жоқ. Мәдидің артында да тұрған адамдар бар ғой. Ернар, Жайдарманға өкпең бар сияқты, иә? Өкпем бар Жайдарманға. Не үшін айтшы, қандай өкпең бар? Енді ол көп қой жерде. Жалпы әділ өте ма Жайдарман? Әділ өтеді, маған көп адамдар айтады, сатып алуға болмай ма, біреуге ақша, ондай жоқ. КТА-да да, Жайдарманда да жоқ, қазір осы жерде көрмей отырса, бірден айтып қойын. Ондай жоқ, сатып алу бірден, ол футбол емес. Бір гол салғызып қойып қарап отыратын. Ол жерде зал, халық береді бағасын. Сен жеңдің бе, жеңген жоқсың ба, халық айтады саған. Сен жеңіп тұрсаң да, маған енді қазір Евразийский ұлттық университет Күлтегіннің балдары ренжімесін. Мен Күлтегіннің балдары өзім достарым. 2015-те соларға да кәдімгідей халық жазды. Ойбай, сендер сатып алғансыңдар, неге сағыз жеңді? Халық бағасын беретін зат болғаннан кейін ол жерде ештеңе сатып ала алмайсың сен. Шуткаң өтпей жатса, әзілің кірмей жатса, халық бүйтіп қабылдамаса сен көрініп тұр ғой, так чемпион емес екен. Бірақ та мен просто бір айтатыным, сәлемдесуде үш алатындай сәлемдесу болған жоқ. Сосын айтасың ғой, иә? Жоқ, Сағыздың 2017-тегі сәлемдесуін айтып тұрмын. Содан кейін эфирден толық нұсқасын берген жоқ, кесіп берді. Мүмкін өкпесі бар шығар. Бізге ма? Иә, сіздерге. Бірдемені қате істеген шығарсыңдар. Енді айтпаймын. Сұраймыз ғой дейсің. Иә, айтпаймын енді. Мынандай қатесінде, осындай қате деп, осындай болды деп. Ернар, қалай қарайсың? Жалпы мынандай да бір түсінік бар. Командалар дейді, ашықтан ашық ойын кезінде бізге чемпиондықты беріңдерші деп кәдімгі сұранады дейді. Қайда? Ойынның кезінде финалда сұранып ойнаған командалар болды, оның ішінде Сағыз да бар дейді. Неге сұрап не керек дейді, кейбір адамдар айтады. Сен халық өзің айтып отырсың ғой, халық дәлелдейді, халық көрсетеді деп. Неге бұл қалай жалпы? Бұл дұрыс пікір ма? Сұрайтын енді финалда біз сұрап алды, қазір кім ертең финалдан кейін мүмкін біреу анау деп неше түрлі пікір айтады ғой, бірақ та кім не десе о десін, біз адеді победитель не судит дейді ғой. Сұрап алайық, жылап алайық, алдық. Сұрағанда кездер болды. Конкретно бізге финалды беріңдерші деген заттар болған жоқ, бірақ намектар болды, то что біз чемпион болайықшы деген намектар болды. Кішігірім намектар болды. Енді сөз түсінетін адам енді оны түсінеді енді. Бұл оның не керегі бар негізі? Керек жері бар ғой енді. Мысалы, кейбір әділқазылар болады, мысалы былай болады. КВН-де әділқазылар кетады да, мысалы, финалда бір әділқазыл ауысып кетеді составы. Состав ауысып кетеді, 15-те сондай болды. Сезон бойына кетасың, ол сені таниды, біледі, уже команданың жүйесін біледі, қалай, не, КВН деген не, шутканың уже қалай түсін. Даже әділқазылардың өздері келгенде түсінбей отырды, оны білеміз. Бірінші рет келгенде түсінбей отырды, сосын жайлап үйретесің. Сол туралы әзіл айтасың, бірдеңе, осындай, мысалы, осындай аға өйткені бүйтеді деп, сосын ол түсінеді, улавливает, қай жерде юмор. Сосын сөйтіп үйретіп кетіп, о деп кетасың да, финалда бац, бәрі өзгеріп кеткен. Жигулиде сондай ситуация көп болды бізде баяғыда. Ойнап кетеміз, халықтың любимчигісің, залда әзілмен қопарып төңкеліп жатады. Жюрилер отырады, бүйтіп костюм шалбар киіп, қап-қатал. Мысалы, мен қазір бір боксқа апарып мені
боксқа апарып жюри қылып қойса, мен айтар едім, мен отырмаймын ол жерде. Мен өйткені түсінбеймін. Мен түсінемін боксты, очкосын түсінемін, но бірақ мен профессионал емеспін, мен ол сферның адамы емеспін. Мен оны оқыған жоқпын, мен оны істеген жоқпын, мен оны изучать еткен жоқпын, сондықтан да маған керек емес. Мен бола алмаймын, мен как любитель жанкүйер болып отыра аламын, судья бола алмаймын. Өйткені үлкен жауапкершілік. Соны қолымнан келмейтін іске мен араласпаймын, еще мен мойындаймын. Просто қолымнан келмейді. Осы кетерімде айтып кеткен, есіна жюриде біздің ақылымыз болсын, менің ақылым болсын, есіна жюриде өзгертіңізші. Хотя бір КВНші өтсін жюриде деп. Енді сөйтіп өзі де біледі ғой енді ол кісі, білмеймін неге екенін. Жайдарманшылар, жайдарманда жюрилерді аса қатты мойындамайды. Амал жоқ, солардан очко алатын болғасын, соларға ойнайды. Соларға не ойнайды да, жюрилерге ұнайым деп ойнайды да, халыққа ұнайым деп ешкім көбі ойнамай қалып жатады да, содан кішкене бір ұтымсыз ойындар пайда болып жатады да ойындар. Сосын жюрилерге жағынамын дейді, оны жюрилер түсінбейді. Жалпы жайдарманшылардың көбі ктаға кеткеннен кейін жайдарманға өкпесі көп секілді. Жалғыз сенің емес, басқа да команда мүшелері жайдарманға болсын, Есенин ағаның өзіне болсын бір өкпесін білдіріп жатады. Демек, өкпелі екендерін көрсетіп жатады. Енді мен басқа командалар үшін білмеймін, енді олар өкпелей ме? Біз просто мен Есенин аға өкпелейтінім, біздің кетіп қалғанымызға өкпелейді ғой, соған өкпелеймін да мен, неге біздің кеткенімізге өкпелейді деп өкпелейміз де оған. Неге кетпейміз біз, енді өспей ме, бір карьерный рост, балдар нан таппай ма, соны, мысалы, былай қарап тұрсаң, қазір бізді түсіну керек ол кісі бар, бізді түсінем деген көзқарас жоқ та. Адам сондай ғой негізінде өзі. Арам ой бірінші келеді ғой адамға. Жаман ой бірінші келеді адамға. Потому что біз адамбыз. Біз солай жаратылған. Біз солай жаратылдық та өзі сөйтіп бірінші ой слабыймыз ғой біз. Мен просто түсінбеймін неге біз кетпейміз енді балдар не істейді. Мысалы біз өмір бақи жұмыс жасаған жоқпыз. Ешқандай жерде бір жиналыста тұрып, бірдеңе сөйлеп, бірдеңе, мысалы, күнделікті тұрмыс тіршілік жұмыс жасап жатады ғой. Ешқандай бала мамандығымен жұмыс жасаған жоқ. Көзін ашты, мектеп бітірді, КВН, білетіні КВН, қолымыздан келетін КВН, басқа ештеңе, әзіл әйтеуір бірдеңе, сол салада өмір жұмыс жасадық та, қолымыздан келетіні жоқ біздің басқа. И біз аламызда енді ойнадық та тарап кетпеуіміз ғой. Енді біз нан тауымыз керек, ары қарай. Біреумен, мысалы, әркім қазір мысалы, продюсерін тауып, әйтеуір бір передача жүргізіп, әйтеуір нан тауып, біреу тойын жүргізіп, біреу тағы бір проектлерде бірдеңе жүргізіп, әйтеуір біз осындай цель қойдық та, осындай халықпен, осындай аудиториямен кең масштабтағы жұмыс жасаймыз, танымал боламыз, жұлдыз боламыз деп ойнайды ғой КВН, басқа не үшін ойнайды енді? Танымалдылық үшін ойнайды. Жұлдыз болам деп ойнады мысалы кезінде де. Содан кейін уже банағыдай өскен сайын адамның миы да өседі, потребностьтар да өседі. Содан кейін уже танымал болғаннан кейін уже басқа заттар уже нан табу керек, семья асырау керек. Осыны бір нан тауып, бір пайдаға асырсам деп ары қарай уже мақсат қоясың. Мысалы чемпион болу керек деп чемпион болдық. Енді чемпиондықтан кейін қазір мысалы көптеген идеялар бар қазір ойбай деп бірдеңе айтып қойып қазір ертең істей алмай қалып та болмай қалмас, сондықтан да айтып ары қайтып семіз шығарайық. Сондықтан да сондай өсуге біз ары қарай кетуге ренжиді да, біз как будто мысалы жайдарман демек сіздерге мектеп болды ғой. Жайдарман бізге мектеп болды, көмектесті. Бізді үйретті, шығарды, бізге көп зат берді жайдарман. Біз оны не отрицаю, айтам, жайдарман көп зат үйретті бізге. Бірақ жайдарманға да біздің бергеніміз бар ғой енді. Как бы взаимно болып қалу керек қой осы жерде. Взаимно болып қалу керек. Біздің мысалы былтырғы жылы кеше әзілдеп айтып қойдым. Біздің финалға 2 миллионға жуық ақша кетті финалға. Жайдарманның. Енді мынау деп айтпай қойын. Азаматтар бар, Атырауда көмектесіп жатқан ағаларымыз бар. 2 миллионға жуық ақша кетті. Жұлдызды алдырттық, оның гонорары бар, перелеті бар, жататын жері бар, өзіміздің 11-15 адамның баратыны бар, жататыны бар, тамағы бар, ұшатыны бар, самолеттен келе алмайтыны бар, соның бәрін реквизит, анау-мынау бәрін есептегенде авторский сборға ұшып бардық, оны есептедік, бәрін есептегенде кеше есептеп өттім, 2 миллионға жуық ақша кеткен екен, кетті просто. Кеше ктаның финалында бізді ктада өздері қаржыландырады. Жолымыз төленіп тұр, тамақтандырады. Мен қазір салыстырып, мынау бірдеңе деп айтып отқан жоқпын, бірақ конкретно осындай болды. Сөйтіп өздері бәрін істегенде, біздің қалтамыздан кеткен ақша, финалға 50 мың теңге ақша.
50 мың былтыр 2 миллиондай ақша жойып чемпион бола алмаппыз. Мына жерде 50 мың біреуден қарыз ақша сұрап алдық та, онда да реквизиттер алуға біздер анда ханның соңында бір көрініс болған, сол жерде реквизиттерді арендаға аламыз ғой, костюмдерді. Костюмдерді арендаға алуға 50 мың теңге ақша кетіпті бізден. Бана керек заттарымызды алуға. Сондықтан да сондай. Ернар, мынандай оқиға болды ма? Бір жылы чемпион бола алмай қалғаннан кейін жайдарманнан кетіп қалдыңдар, иә? Бір жыл ойнамадыңдар. Кетіп қалғанда өкпелеген жоқпыз ол жерде. Өкпелеппес ол Былай жерде. айтады, өкпелеп сағыз кетіп қалды, кейін бір жылдан кейін өздері жалынып кері келді дейді. Ой, жоқ, ондай әңгіме болған жоқ. Бұл қаншалықты шын? Ондай болған жоқ. Ол өтірік. 100% өтірік. Біз бардық, 15 алымандан кейін бардық, ойнадық. Ол жерде сценарий қойды да айтты. Иснаға айттық, мен айттым дегенде командама айттық, Исна біз бір жыл демалайық. Өйткені шыны керек, мана айтқан әңгіме ғой, балдар КВН деп жүріп, бағыттарын, үйде шаруа қалды. Шыны керек, күйбең тіршілік қой, өмір ғой. Біреудің сарайы бар, бітпеген. Оны жасайын десе, жұмыс жасау керек, ана шипір алу керек, ақша керек деген сияқты. Сондай шаруасы болды. Біреу үйлену керек болды. Біреудің өзінің ауылдағы шаруалары болды. Біреу вақтыға жұмысқа кіріп, біреудің бана ағасы үйленетін болды. Мен өзім үй салу керек болды. Қалаға көшіп келгеніме 5 жылдай уақыт болды. 5 жыл времянка жалдап, әр үйдің әйтеуір қаңғы жұттық қой, Атырауда қаңғыдым дегенде енді банағыдай тікеме ағанасындай емес. Түсінікті. Иә, квартирадан квартираға ауысып сөйтіп жүрдік. Балдардың өздері нан табу керек болды. Енді КВН ойнаваттық. Отдача жоқ та КВНнен бізге қарай. Жұмыс жасап, ап деп жаңағыдай той басқарып, біреу бейттік, біреу камера жалдады, сөйтіп қалаға келіп адаптироваться ету керек болды да осы қалаға. Содан әйтеуір үйрендік те, сосын Иснаға айттық, біз Иснаға жұмыс жасап алайық. Өйткені үйдегілерден де кәдімгідей әке-шешеміз айтты, мынау жұмыс қашан жасайсыңдар? Ол да ойымдайды ғой, мен де ойымдар едім, мен де қазір ата-анамын. Жұмыс қашан жасайсың? Табыс қашан табасың деп айтады ғой любой ата-ана. Сондай болды да, сосын айттық, давай бір жыл пауза берейік, демалайық. Сосын бір жылдан кейін келіп ойнаймыз, бір жылда шаруамыз саралайық, реттеп алайық, бәрі основаться етіп алсын, жұмысқа кіріп алсын, орнығып алсын. Өйткені жұмыс іздейін десе, жұмысқа кіріп алса, жұмыс табылады. Жұмысқа кіріп кетсе, жұмысқа кіргенде бір ай болды, КВН-ге барайын десем де, любой бастық жібермейді ғой. Кім түсінеді оны, ол түсінбейді. Сондықтан да давайте жұмыс жасаңдар, шаруаларын жасаңдар дейді. Шаруасын жасады бір жыл. Оның ішінде де Иснағаның өзі фестивальда айтты, Ернар, бірақ та демалыңдар, бірақ та жазда туған күнге келіп кетіңдерші, обязательно дейді. Демек, оғыр болды. Сосын ораза болса да біз ақша тауып, өзіміз ақша тауып, ораза бәріміз аузымыз берік болды сол жылы кәдімгідей. Команда полный. Сол жылы барып, оразада бір ойын ойнап бердік. 2016-ның туған күнін ойнадық, сол демалған жылы ойнадық соны. Бірақ бүкіл Қазақстанда телевизионный емес әкім кубоктарын бәріне қатыстық. Семей, Шығыс Қазақстан облысының әкім кубогын алдық, Батыс Қазақстан облысының әкім кубогын алдық. Сол жылдар спецпроекттер болды, солардың бәріне қатысып шықтық бәріне. Жалынып 17-те қайтып барайықшы деген әңгіме болған жоқ, ондай жерде ондай әңгіме болған жоқ. Біз бардық, қуана қарсы алып біз барғанда еще биыл аламыз деп сенімді болып келдік. Сол сенімділігіміз бір қатты бір сенімді болып кеткен сияқтымыз енді. Ол да әсер етеді. Бірақ біз бармаған, ол да әсер етеді. Біз бір жыл ойнамаған қалған кезде бізге 2017-те 1-8-де ойнау өте қиын болды. Өйткені камбэк дейтін бар ғой, любой жерде камбэк бар ғой, камбэк жасау қиын болды да. Камбэк балдарға айттым, ана 1-8-де қызыл, жасыл, сары көйлектерін жасап ойнайтын ғой, сол ойын 1-8. Айтам, балдар, халық бізді біле ме екен, халық бұрынғы сағыз деп ойлап отырады қазір. Камбэкті басқаша жасау керек, давайте осылай ойнау керек дедік те. Сондай бір удачный. Кейбірде болады ғой, сценарий жазылғанда да бір 5 минутта жазылып қалады сценарий бар. Өзің жазасың ғой, сценарийін бәрі? Өзім деп айта алмаймын, қазір балдардың бәрі подключать етті. Бұрын өзің жазып келдің. Штурмовать етті. Ал қазір осы... Енді основной линиясын, скелетін құрам ғой енді. Финалды кім жазды? Финалда бәріміз жазды. Бәріміз. Кейбір мықты биатлондар бар, айтылған. Қуаныштың өзі Дамирді қазір бөліп жарып айтпаймын. Біреу идея берсе, біреу пас береді, біреу добивать етеді. Бекосе де әзіл жазады бізде. Бексұлтанның әзілі кеше бізге 2 кубок, мысалы 1 кубок алып берді. Бір чайкілер туралы ән деген бір ән ол, оны эфирден көресіздер. Сол Бексұлтанның өзінің чисто авторский өзінің. Енді жалпы командадағы әр адамның образын сен жазады екенсің. Сен ойлап тапқан екенсің. Жалпы образ қалай келеді? Енді өзі кейбір адамдар болады, бір табиғатынан күлкілі адамдар болады. Біз сағызда көбіне солай, табиғатынан күлкілі ғой көбі. Ешкімді жасаған жоқпыз біз. Өзі солай. Мысалы, пішеннің өзі бір сондай өзі. Пішенге бір затты
жаттату қиын. Үшін жаттап жүреді де ойында қазір енді шыны керек, ол енді қазір тәжірибесі бар. Ұмытып қалса да білдіртпей бір өтірік сөздер айтып шығып кетеді ситуациядан. Бұрын действительно ситуациядан шыға алмай қалады да, халық ойлайды, ол по сценарию солай екен деп, соған күліп жатады да. Үшінің өзі бір табиғи, өзі енді аңқау, ақ көңіл, ешқандай арам ойы жоқ қой. Всегда сол сахнаға шығады да, қопырақ бірдеңе айтып тұрады, сол күлкілі болды. Естуімше көңілді тапқырлар клубы алаңы, иә? Ашылғалы 3 жыл бойы сендерді шақырып келіпті. Өздерінде өнер көрсетуге. Бірақ сендер бұған дейін келіспедіңдер ме? Әлде барған жоқсыңдар, жайдарманда ойнадыңдар. Бұл жайдарманда үміт қалмағандықтан жасалған қадам болды ма, әлде шақыруды қабыл? Жайдарманда үміт қалмағандықтан емес, жайдарман үміт дейтін адамда өлмейді ғой, үміт шайтан дейді ғой, үміт всегда бар ғой, всегда өзімізбен бірге жүреді, үміт бар. Мен балалардан сұрадым, биыл қыста барған, не істейсіңдер балалар? Тарайсыңдар ма деп. Балдар тауық айтып қалған, просто үміт бар, тауық айтып қалған. Бәрінде брат, фестиваль ойнайық, халыққа отчет берейік, халықпен қоштасайық, халық үшін тусамен қоштасайық деп ойнамаңыз, бұл тарих деп, сол жерде негізінде. Все болды онда, тарасаңдар тарих деп. Маған да енді іштей біртүрлі болдым да менде. Мен енді тарайым деп тұрған адамға жоқ, сен ойнайсың деп мен немнен жігіттерді байлап қалмаймын ғой. Сосын жақсы, енді өздерінің шешімдерің болса деп. Шаршаған бар мүмкін шаршады. Одно и то же. Күнде жұмыртқа жей бере алмайсың ғой, бір анда-санда колбаса жеген кеткен сияқты. Сосын давайте дедім, жақсы, сендердің шешімдеріңді қолдаймын деп. Сосын қоштасардың алдында залда отырып қоштасқысы келмей қалды ма. Сосын бір меңді айтты, ктаға барайық, Мұрат, сөйлесейікші осылай ктамен деп. Бардық. Оған дейін шақырту болды негізі. Оған дейін шақыртулар болды. Бармай жүрдік, алып алайық бірінші, көрейік. Жайдарманда жаман емес келатып қой деп. Жайдарманда да политика бар ғой негізінде. Просто кейбір политиканың кесірі командаларға тиіп кеткенде, бір командаларға тиіп кетіп жатады да енді. Қатты тиіп кетіп жатады, сондайда бір қыттай бір неге бекер деп қаласың ғой. Енді ол түсініспеушілік те, түсіністік те келген ол плюс пен минус бірге ғой. Всегда ол көпшілік болғасын, ол бүкіл ауқымды проект болғасын, ол Қазақстан жер-жерінен бәленбай миллион адам болғасын, ол жерде по-любому бәрі бір шеке білесік болмайды ғой. Бір айқай жанжал болады, бір үйде келіспеушілік болады. Оның қасында әке-шешесіне мен түсінісе алмай қалады ғой бір адамдар. Сол сияқты зат қой. Біз мынау деп қазір артыма топырақ шашып, жайдарман жаман бірдеңе деп айтпаймын. Просто жайдарманнан кету керек болды, бірдеңе өзгерту керек болды. Болады ғой бір адамдарды коттеджде тұрып жатады, бірімізді айтады, андай этаж үй көрсейікші, адай алмай деген сияқты. Сондай бір өзгеріс керек болды, солай бардық. Ол біреуге ренжіп, ананы сатып кетті, бірдеңе деген емес. Жайдарман бізге көмектесті, оқытты, тоқытты. Біз де жайдарманға бергеніміз аз емес. Кері шақырса, барасыңдар ма? Жоқ. 2019 сағыз келсін ойнасың десе, жайдарман. Бармайсыңдар. Біз уже енді как бы екі проект қой. Біз енді ондай бізде не жоқ енді, кімде қай жерде эфир бар, сол жерде светительство қылайық дейтін жоқ. Қазір ең құрығаны дым болмаса бар ғой. Қазір не бар? YouTube'тан канал ашу бесплатно ғой. YouTube канал ашып қойып та өмір сүруге болады қазір дейді. Нағыз өзі команда сағыздың сол бір жанкүйерлеріне дым жоқ, эфир жоқ дегеннің өзінде бір YouTube'тан канал ашып тастауға болады қазір. Сондықтан да ол қайтып бара алмаймыз. Қайтып бізді қабылдай ма? Қазір біреу көріп отырса, сендер келгенде де кім қабылдайды деп біреу мүмкін айтып отқан бар. Қабылдай ма дегенде вопрос бар да. Сосын біз бармаймыз ол жаққа. Ондай ой келген жоқ даже. Әзілдеп біреулер айтады, енді барып ана жақта алып алыңдар, чемпион болып деп әзілдеп айтады. Ол жаққа баратын қазір не жоқ. Артта қалды. Адам артына қарап өмір сүрмейді ғой, алға қарай өмір сүру керек. Ол жақта болған зат болды, өтті, кетті. Вперед жұмыс жасау керек. Егер де жайдарманға біздің областной, мына Атырау облысының командалары мұқтаж емес болса, жайдарман біздің командаларға мұқтаж емес болса, Атыраудың командаларына да жайдарманға мұқтаж емес. Қазір площадка бар ғой, Қытайға бар ойнауға болады мықты болсаң. Одан мықты болсаң, Сочиға бар ойна, Москваға бар ойна, Украинаға бар ойнауға болады қазір, украинский лига смеха дейтін бар. Мықты болсаң дәлелдейтін площадка көп қазір жайдарманнан да басқа.
Просто егер мен қазір қазір мысалы филиалда жұмыс жасап жатырмық қой, мен Атыраудың командаларына мында барыңдар, мында бармаңдар деп үйретпеймін ешқайсысына. Қалауы білсін. Өйткені біздің өзіміздің осы жақта солай шештік. Шықты, Атыраудың чемпионы болды. Бағы жанып, Жайдарманға ойнай ала ма, өте ме, премьеркісіне, вышкісіне ойнасын, пожалуйста. Қытаға бар ойнай ала ма, ойнасын. Ол дейтін жастарды мына Жайдарман ойыны, КВН ойыны біреудің интересінде болмау керек қой. Сондықтан да біз қазір нейтральный алып КТК деп қойып қойдық қой. Енді бірақ келер жылы қалай жұмыс жасайтынымызды білмей жатырмық әлі. Кешегі Майамидің ұшып кеткеннен кейін кішкене түсінбей қалып жатырмық, қалай болып кетті деп. Егер де сондай бір түсініспеушіліктер бола беретін болса, Жайдарманға просто бізге кейбір адамдар ашулы да, кетіп қалғанымызға ашулы, шыны керек. Кейбір адамдар оғанда сол Исін ағаның бана қасындағы адам командасы, кейбір редакторлар ашулы ғой біздің кетіп қалғанымызға. Білмеймін, не үшін ашулы екен, маған келіп не кеттіңдер деген ешқайсысы келіп айтқан жоқ, бірақ артынан қуыс-қу әңгімелер естіп жатырмын. Жалпы біз туралы не айтып жатқанын, сатқын деп айтқандарын, сатқындықпен теңестіргендерін, пожалуйста, ессіз қарғыс есін табар дейді. Жұлдыз болып жүрген томатылар бар. Мен артық жүргізе алмайтын адам жоқ деген сияқты. Қазір халыққа бар ғой, бір ақылды әңгіме айтып тұрсаң, қызық емес, далаға шығып кетеді демекші бәрі. Андай уала деп жүрсең, маймыл ұқсап, от сол кезде тып-тыныш саған үйіп қарап отырады. Сондықтан адамдардың талғамын үзінбеймін да мен қазіргі. Мен енді өзім деп той басқарып көрген жоқпын, но кейбірде болады, енді приходится бір балдарға әзілдеп қалатын кездер болады. Кез келген заттың өзінің бір артында зілі болады ғой. Көптеген тамадылар жалпы халыққа бірдеңе айтып кету керек сияқты шығар деп ойлаймын да, тойда. Бірдеңе беріп кету керек бар ғой. Әйтеуір күлдіріп жатырмын деп күлдірте беруге де болмайды ғой, мысалы. Ерсіленіп дейсің ғой. Ерсіленіп кететін жерлер болады. Енді оны бүкіл жерден көріп жүр ғой қазір. Сосын көбіне мен андай біреулер бір билеп жатқанда ерсіленіп батса тоқтатсаймын. Анылар болады. Енді шындық болған жерде шектен шығып батқан жерлерде көбіне тоқтатсаймын. Стоп деп. Басқа затпен алдап сөйтіп жатасың. Бірақ Атыраудың тойы жаман деп айтпаймын. Атыраудың тойы жақсы ғой, мықты. Біздің Атыраудың тойлары мықты өтеді. Просто біздің халық тілек тыңдамайды. Өйткені неге тілек тыңдамайды білесің бе? Потому что тойға келген халық бір-бірін танымайды. Все. Коллектив тосайтса, коллектив тыңдайды болды. Нағашылар тосайтса, өздері нағашылар тыңдайды. Соны бір-біріне деген не жоқ. Сосын жаңағыдай біздің Атыраудың тойы андай ғой. Қазір андай уже ағайын туманың бір алшақтап батқан кезі ғой бір. Андай ғой, тойға келеді де 1 сағат амандасады ғой. Мә, қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Мә, анау не істеді, мынау не істеді деп сол 1 сағат әңгіме айтады. Тойдың басы қопырап жатады, біреу кіріп жатады, шығып жатады. Пунктуальность жағынан да қиын. Атыраудың тойы ең кешке басталатын той Атыраудың тойы. Бұны қалай өзгертуге болады деп ойлайсың? Білмеймін, ол бір қалыптасып кететін, оңай қалыптасып кететін жағдай емес қой. Білмеймін, мен бұл сфераға жаңадан келіп жатырмын, новичокпын. Мен той туралы бір ауқымды бір ештеңе айта алмаймын. Новичокпын, өзімнің тойларым бар, заказдарым бар, өзімді танитын, білетін халық қандай шақырады, чисто білетіндер шақырады, ана біреу айтып ет деп шақырған той болған жоқ менде. Кілең танитын адамдар, көрген тойдан сондай адамдар шақырады көбіне. Жастар арасында танымалсың, иә? Бірақ Ернарды өзімшіл, аяғын тік басып жүретініңді бір бетке айтып қалатын қасиеттерін ұнатпайтын да адамдар бар. Ой, осы Ернарды қойшы деп айтатын, иә? Қандай адамсың негізі өзің ойлайсың? Мен бар ғой, шын керек андай жасандылықты жек көремін. Жасандылық жек көремін. Қазір мысалы Қасымда бар ғой. Қасымда қазір енді алшақтаған балар олар. Бір сенен пайда көріп қалайын деп, бір сенің танымалдылығың үшін араласып жүрген, лауазымың үшін или там сондай адамдар көп болып кетті. Сондайларға жек көремін. Сосын халықтың алдында бір мақтап атады ғой. Өтірік, вообще қатысы жоқ. Орынсыз мақтауларды, бір орынсыз мәртебе жақсы көрмеймін. Бір халықтың алдында бір орынсыз мәртебеңді көтеріп тастайды ғой, сондайларды жек көремін. Тікбақай деп айтса айтатын бар енді. Эмоционалдысың ба? Эмоционалдым, жасырмаймын. Сонымен күресіп келатырмын қазір жайлап, эмоционалдымын. Тікбақаймын деп айта алмаймын, бірақ та бір кейбір заттарда қазақылыққа кейбір жат келетін, бір қайшы келіп тұратын заттар болады ғой. Сондайларға тікбақай болып қаламын десейді. Мысалы қазақылыққа сай емес бір
қылықтар жасайтын адамдар болса, неше жерде мықты болсын, ешқандай бір болады ғой, бір қоғамда бір көрініп тұрады ғой өзі, айтпасаң да. Сондай заттарға тікбақайланам, жасыратын жоқ, жаратпайтын затты жаратпаймын енді. Осы күні бұрын енді соны жаратпайтынымыз көрсететін едік қой. Қазір көрсетпеймін, барынша ішімде сақтап отырсам. Жақсы деп жүре беретін болдық қой қазір. Кімді кім тәрбиелеген заман қазір. 3 балаң бар екенін білеміз, жарың бар екенін білеміз. Бірақ көп көрсетіп, жарнамалап жатпайсың оларды. Жарнамалайтын зат емес қой. Әйел дейтін мен үшін әйелім бар, әйелімді Инстаграмға салмаймын. Сенің жасап жүрген ісіңе көңілі тола ма келіншегіңнің? Көңіл толмайтын зат жасап отпаған сияқтымын. Көңіл толады. Көңіл толады. Қолдайды. Қолдағасын сол семья болып тұрып отқан боламыз. Қолдамайтын болса, осы КВН-нің нан беруіне дейін нан бермеген кездері көп болды ғой. Бергеннен бермегеннің көп қой. Сол кездерде әйтеуір дым таппасақ та сол КВН ойнай береміз, соңғы әйтеуір аштыққа да, суыққа да бәріне төзді, қасымда жүрді. Әйеліме ризамын. Әйелім қашанда қолдаушы, енді сол әйелім ғой, ата-анам, әке-шешем ешқандай да не істеген жоқ. Заднее берген жоқпыз әйтеуір. 3 балам бар. Жақында 3-ші ұлды болдым, Ибрахим дейтін. Инстаграмға фотосын салғанда әйелім өзі қаламайды Инстаграм фотосын салғанды. Шын керек, мен әйелім жасырмаймын. Қызғанам, но бірақ жасырмаймын әйелім бар екен. Всегда қайда отырсам да әйелім бар екен айтып отам. Әйелім бар, өзі қаламайды, өзінде соцсетте жоқ. WhatsApp'та бар әйелім тек қана, басқа жерде жоқ өзі. Өзі қызықпайды сондай адам. Оған қызық емес. Өзі орманда өмір сүреді десең. Оған қызық емес, көріп отады, не істеп отқанымды бәрін өзімнен Инстаграм ұстап, өзі қарап отады, бірақ Инстаграм вообще жоламайды, оған қызық емес, қарайды. Зәтнау дейді, қызық емес болғасын қалды. Әйелім бар екен, әйелім фотосын салайын десем, өзі қарсы, сосын мен де қарсымын. Әйелім фотосын салуға. Қызғанғанда әйелдің фотосын салу Инстаграмға мен оны түсінбеймін. Мен енді кішкене құттай осы жерден қазір анау көрдік қой, мынау көрдік қой. Бір жылдар енді бір әйелдерін көрсету мода болып кетті бір жылдарда. Әйеліме де, балдарыма да анандай бүйтіп сталинский режим жоқ, болмайды, істеме деген жоқ. Айтам, міне, былай істесең, мынау жаман жағы, мынау міне жақсы жағы. Сол жаман заттарды көрсетпей, жақсы затты көрсетуге тырысам да, енді шыны керек. Әзіл жазуға да ақындар секілді шабыт керек па? Бір ішіп отырып, болмаса бір музыка тыңдап отырып. Жасырмаймын. Ішіп отырып та жазатын бар ғой. Ішіп отырып жазатындар да бар. Көп адам оны жасырып не аламын. Мысалы, Пушкинде ішкен. Ол жағы ешқандай емес. Қазір көптеген жазушыларымыз бар ішкен. Оны енді конкретно қабылдау керек ол заттарды. Бірақ мен өзім арақ ішпеймін. Анаша шекпеймін. Қазір жастарға үйсіп тікесін айту керек болды да. Қазір андай баламалап сөйлемейсің қазір. Үйсіп айтасың, анаша шекпеймін. Ешқандай банағыдай есірткі қолданбаймын. Команда ешкім қолданбайды. Арақ ішпейміз. Ішімдік, пиво ештеңе ішпейміз. Әзіл жазамыз, кітап оқимыз, кино қарайсың, познавательный заттарды көп білу керек. Музыка тыңдаймыз. Онда да керек жерлерін өзіңе қана керекті заттарды аласың. Аудан әкімдері есеп берген кезде біздің ауданымыз көркейіп жатыр, дамып жатыр деп айтады, білесің ғой енді? Көркейіп жатады, дамып жатады, оны не отрицаю, бірақ Қызылқоға аудан туралы айтшы. Ауданда қазір не бар, не жоқ? Қызылқоға аудан туралы айта алмаймын. Өйткені мен Қызылқоға ауданда көп болмаймын. Мен 2014 жылы кәдімгідей бүкіл семьямен осы жаққа келіп көштім. Барып тұрмайсың ауылға? Барып тұрам. Өзгеріс бар ма? Ол тұрып атпағасын сен ештеңе айта алмайсың ол жақта. Мен қазір Тасқалада тұрам. Атыраудың мен қазір тұрмыс тіршілік туралы, не істеп жатқан туралы полный айтып бере аламын. Мысалы 100 деп айтпай ақ қой, 90% информированный. Осы Атыраудың. Жоқ, бауырларың бар, бауырларым бар. Қызылқоғада мен Сағызда ағайындарым бар. Мұқырда ағайындарым бар. Солармен қарым-қатынасам. Қалай қазір ауданның жағдайы? Жағдайы жаман емес. Жағдайы жаман емес. Өтірік айтуға болмайды. Газ келді, Аллаға шүкір. Су келді. Асфальт от жол мәселесі ғой енді қазір не істелмей тұрған. Жол мәселесі шешілсе, әке-шешемізбен қазір күнде кешке барып шай ішіп келуге болатын жер ғой. Енді мысалы Құлсары осы жерден 250 км ма, Сағызда сонда 250 км, просто 2 сағатта баратын жол. Күнде кешкісін деп айтпай ақ қойын, аптасына 2 рет барып әке-шешемізбен мәре-сәре болып шай ішіп келіп тұратын едік негізінде. Тек қана мен емес, бүкіл сағыздықтар қазір. Ар жағында Миялы бар. Жол жоқ. Жол мәселесі өте қатты күрделі тұрған мәселе ғой енді қазір. Сол жол жақсы болса, болды, халықтың жағдайы жаман емес. Енді қазір проблема любой ауылда, любой қуыс тесікте бар, жақсы жерлерде бар істеліп жатқан.
біз биыл Сағызға 80 жыл. Сағызға биыл кәсіпкерлер жиналып, ауылдың белсенді жастары жиналып, биыл ауылға енді точно қаражат білмеймін, шамамен 15 миллионға күрес ангар залын салып берді. Жастар қазір енді бұйырса ауылдан бір мықты спортшылар шығады деген ойдамыз. Өйткені мен де кезінде спортпен айналыстым, күреспен. Біздің балдарда командада күреспен айналысты. Ол сала өйткені спорт зал жоқ, матрас жоқ, дайындайтын тренер жоқ. Соның саласынан ешқандай даму, КВМ-мен кетіп қалдық та. Мүмкін ендігі Сағызды танытатын, мүмкін ендігі дзюдоисттер болатын шығар мүмкін. Спортшы болу менің арманым негізінде. Бірінші арманым спортшы болу. Арманыңды балаларыңа былайша айтқанда итермелеп жасату ойыңда жоқ па? Итермелеп жасату ойымда жоқ, өйткені мен балам кеше соңғы ойынға айтпақшы, үлкен баламды ертіп алып бардым, сахнаға шықты, ойнады менімен. Балам пысық деп айта алмаймын, пысық емес деп айта алмаймын, между ними, ортасында. Енді үйреткен затты қағып алып, барынша істеуге тырысады андай. Өйткені ол оның арманы да. Оказывается, оның арманы екен, мен оны жақында білдім. Енді балалық арманы олар маған айтады, КВН-ді Жайдарманды көп қарайды үйде, ютубтан қопарып қарай береді. Сүйікті командасы Сағыз, оны ешкім үйреткен жоқ. Осындай сахнада ойнасам ғой деп бір бас жағым жатып айтып қалды бір күні. Қойшы, сосын мен беріп тұрдым да, қойшы, сонда сен осындай сахнаға шыққың келе ма десем, ондай шығуға бола ма не деп тұр ғой. Мен айтамын, мен пока алдымен Алла ғой, мен бар кезде енді мүмкіншілік бар жалпы шығатын деп. Сөйтіп жүрді, ойда болған жоқ, мен Жайдарманға шығарғым келген жоқ, бірақ та кеше финалдық ойында негізінде шыны керек, осында Месен чемпионатта биыл премьер-лигада жақсы өнер көрсетіп жүрген Аймұрат дейтін бала болды. Атын шатасып кетпесем, Аймұрат болу керек. 3-ші сынып оқушысы, 34-ші мектепте оқитын. Азаматтың шәкірті біздің. Сол жақсы ойнап жүрді да, сахнада кәдімгі текстарын жақсы, тәттілігі бар да, баланың всегда тәттілігі бар да. Соны алып кетеміз деген ой болды да, онымен кішкене проблема болып қалды. Ол бағанағыдай маман папасы бармаса, кішкене бағанағыдай бала ғой, жылап қалатын болды. Кішкене машақаты көптеу болып кетті де, бізге асығыс уақыт. Сосын сценарияны былай ойластырдық қойдық та, бірақ енді задний бере алмаймын. Сосын амал жоқ, баламды алып кеттім. Арманың болса жүр дедің бе? Содан сол жерге барып, бір текстарын бердік, соны айтып шықты. Халықтың көңіліне шықты ма? Халықтың көңіліне шыққан бар енді, мен өзім сол балам сөйлегенде мен жылап қоюға қалдым. Шыны керек, мына жерден келіп қалды былайынан. Қуаныштың артынан тығылып қалған бар, ертең мүмкін эфирден болады, көрсететін шығар. Көңіліме шықты, балам айтқанымды істеп шықты. Балам ойнады кәдімгі. Бал жүрмей екенсің? Конечно, сол ойлайды екенсің. Бірақ та баламмен дайындық көп болды да, бала андай ғой, баланың стимулы арзан ғой. Стимул қылып қоюға болады да, мысалы. Бүйтіп алып беремін, шыны керек, алдадық. Соның алдында лего алып береміз деп кім легоға қызығып келді, оның алдында керуенге барып шықтық. Дамир айтты, Мансұр, егер де жеңсек, чемпион болсақ, мықты шатаспай ойнап шығатын болсаң, лего алып береміз деп. Таңертең келесі күні тұрды, бала ғой, сол күні түнде сұрап отыр, лего. Мен айтып, таңертең таң атсын, таң атты, легосын алды, бала емес. Ернар, сын мінді қабылдай алады ма? Мен бе? Қабылдай аламын. Егер де орынды болса қабылдаймын. Мысалы, андай ғой, орынды болса деген былай ғой, мысалы біреу темекі шегіп отырып, алтынай темекі шекпе дейтін жаман ғой деген, ол орындысың ба мысалы? Мысалы, сөйтіп айтса саған, ақыл айтса, осындай адам ақыл айтса, өзі шегіп отырып саған шекпе десе, оны сен қабылдай алмайсың ғой. Сондықтан да осындай кресло критиктерден қабылдамаймын. Үйінде отырып жыл жерде, мамасының ақша төлеп жатқан интернетін қосып қойып, папасының алып берген компьютерін қосып, әңгіме айтатын адамдардың сынын қабылдамаймын. Құлағым ілмеймін. Оған реакция жоқ. Деп те айтпаймын, жоқ деп те айтпаймын, ілмеймін құлаққа. Шынымен бір адамдар айтып жатса, санасып ойлап қаласың, ішінен деп сын айтылады, сынды қабылдаймыз. Арманым көп, әке-шешемді қолыма көшіріп алғым келеді, кино түсіруге. Комедия емес, бірден айтып қояйын. Комедия болғанмен... Ернар, сонда мелодрама болмаса триллер түсіре алады ма? Триллер, детективный бір триллер ма, сондай түсіре алады ма болғанда, ол вопрос тоже. Түсіре алады ма деген менде де вопрос. Сондай істегім келеді. Бірақ көргің келеді? Көргім келеді, инвестор тауып алсақ, сценария бар, авторлар бар. Қазір мен Алматыдамын, жұмыста қазір творчествоны Алматыға қарай көшіріп жатырмын, жайлап Алматы өткен творчествоның қаласы. Ол жерде инвесторды табылады. Творчественный қала ғой жалпы. Творчественный иісі аңқып тұрған. Астанада қиындау. Астанада басқаша.
Алматыдан бастаған жөн көріп отырмық. Қазір Алматы қасымда Алмас дейтін жолдас балам бар. Спартак ойын командасының мүшесі, сол аяқтың авторы. Алмас, Жахан, мен үшеуміз қазір әзірге Алматыдан жұмыс бастап жатырмық. Бір киноға жұмыс жасап жатырмық. Сценарийсіне, әзірше сценарийға. Қазір біреуге бірдеңе істеп апарып, көрсетіп, ақша сұрамасаң сұрай алмайсың ғой енді. Болашақта творчествода кино түсіргім келеді. Бірақ та осы Алмас жолдас балам ғой енді маған айтады да, Ернар, давай коммерческий фильм не будем снимать деп. Осылай, орысша сөйлейтін бала, давай не будем коммерческий фильм. Давай фестивальный, артхаус кино түсірейік дейді. Фестивальный кино түсірейік дейді, чтобы фестивальға апарып көрсететін. Коммерциямен, мен айтамын ғой, мен онымен енді айтамын, коммерция болмаса да болмайды, ол киноны қалай продвигать етеміз, ақша қайда, бірден өмір сүрмейміз. Нан жейміз. Давай сондай кино түсірейік. Анандай үстімізде көйлегіміз сатып жіберіп болса да сол киноны түсірейік те, чтобы сол киноның андатшысы анандай творческий дадатшысы болсын, материальный дадатшысы болсын дейді да. Сондай арман бар қазір, кино түсіретін арман бар. Ернар, уақытыңды бөліп, жолдан кеше келсең де сұхбатқа келіскеніңе рахмет. Шығармашылық табыстар тілеймін. Барлық армандарың орындалуына тілектеспін. Рахмет.